Сәлем құрметтілер, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Сабақ онлайн компаниясының география пәнінің мұғалімі Нұрбек Ерекұлы. Ал енді бүгін сіздермен бірге бір қызықты айдарды бастаймыз. Ол айдарымыз жалпы ChatGPT жайлы болмақ. ChatGPT туралы сіздер естігенсіздер, білесіздер. Ең ақылды біздің чат-ботымыз. Қысқаша айтқан кезде өзінің енді жұмысымен әлемді таң қалдырған қосымша. Ал енді бұл қосымша біздің географияның сұрақтарына қалай жауап береді екен? Бүгін біз осы туралы айтатын боламыз. Әрине сіздер географиядан сұрақтар бар әртүрлі, тестке кіресіздер, өздеріңіздің білімдеріңізді сынап көре аласыздар. Ал енді іске кірісейік. Енді бірінші сұрағымызды қарасақ, сіздер Сабақ онлайн платформасын ашқан болсаңыздар, ішінде тестті бастау. Әрине біз география сабағын таңдаймыз, география пәнін таңдаймыз да. Енді бірінші сұраққа кірісейік. Бірінші сұрағымыз бізде былай шығып тұр. Қараңыздар. Уақыттың әртүрлі кезеңіндегі географиялық орта мен қоғамның байланысын зерттейтін бағыт дейді. Енді қазір қараңыздар. Бұны қазір біз алып барып ChatGPT-ға қосамыз. ChatGPT деген енді бұл керемет ақылды чат-бот. Енді бұл жерге әрине біз бұның дұрыс жауабын көрсет деп жазып қойайық. Бұл жерде ChatGPT не деп жауап береді екен бізге? ChatGPT-дің өз кішкене ойланып жатыр. Так, түсінікті ме? Топонимика ғылымының деп тұр жерде. Бұл жерде енді білмеймін, енді бұл жауап дұрыс келіңкіремейтін секілді. Уақыттың әртүрлі кезеңіндегі географиялық орта мен қоғамның байланысын зерттейтін ғылыми бағыт дейді. Топонимикада белгілеп көрейік енді. Жауап берейік. Әрі қарай кетейік. Енді екінші сұрағымыз. Геродот, Страбон, Аристотель еңбектерінде қолданылған әдіс дейді. Енді бұны көбінесе біз жалпы ең алғашқы 7-ші сыныптарда өткен тақырыбымыз Геродот, Страбон, грек философтары, грек жалпы ғалымдары, ойшылдары. Бұл кісілерді біз жалпы екінші сұрағымызды алып қойып жіберейік. Дұрыс жауабын көрсетейік. Екінші сұрағымыз не деп жауап берген ChatGPT? Бірінші сұрағымызға кішкене күмәнді жауап берді енді әрине, бірақ оның жауабын тексеретін боламыз. Так, Геродот, Страбон, Аристотель сияқты ғалымдар көбінесе қолданылған әдіс дейді. Салыстырмалы әдіс. Біз әлемді салыстыру арқылы тани алатынымыз ол неміс ғалымы Александр Гумбольдт болған. Енді оның алдында әрине енді бұл ChatGPT оған дұрыс жауап берді ма, оған дейін кімдер қолданған. Енді оны тексеретін боламыз. Енді үшінші, Қазиосат ұшқан ғарыш айлағы дейді. Жауаптан тоқталатын болсақ, Байқоңыр, Куру дейді, Космопорт, Ясный дейді. Осының қай жерінен ұшқан екен? Енді бұны қарай қазір Ctrl-скрин жасап қоямыз. ChatGPT-ге үшінші сұрағымыз. Енді әрине бұл жерде әртүрлі қызықты сұрақтар келіп жатыр. Так, жауабын көрсет деп қысқаша жаза қойайық қазір. Так, кетті. Үшінші сұрағымыз біздің талдайтын сұрағымыз кетті. Қандай жауап көрсетті екен? ChatGPT-дің өзі кішкене арыздап ойланып жатыр, соның өзінде. Так, Қазиосат бір серік Куру ғарыш айлағынан ұшырылған дейді. Әрине күмәнді жауап. Әрине енді бұл жерде Қазиосат деген Қазақстанның бұл жасанды серігі бізге өте көп мүмкіндіктер беретін. Так, Магелланның саяхаты болған жылдар. Фернандо Магеллан жер ғаламшарын ең алғашқы айналып шыққан, бірақ өзінің саяхатын аяғына дейін аяқтай алмай қалған, Оның саяхатын қай аралда болып еді? Ол Филиппин аралдарында, ол өзінің саяхатын аяқтаған болатын. Қаза тауып, ChatGPT 1519-22 жылдары түсініктеме дейді. Фернандо Магеллан жерді айналып өткен әйгілі саяхаты 1519 жылы басталып, 1522 жылы аяқталған дейді. Так, қазір бұл дұрыс жауап берді негізі. Жалпы енді дұрыс келіп жатыр өзі. Әрі қарай, кіріс пен шығыс түріндегі теңгерімдік ағындар мен тән болатын жүйелердің дамуын талдау, болжау үшін қолданылатын есептеу тәсілдерінің тобы дейді. Ал ол қандай әсер бізде кетті? Бұл енді әдіс тәсілдер. Бұл тақырыбымыз бізде 10-шы сыныпта өткен болатынбыз. Бұл алғашқы жалпы сандық әдістер, баламалау, теңгерім әдістерін өткен кезде әдіс тәсілдерде ең алғашқы бірінші тоқсанда өтесіздер. Қазір келесі жауабымыз теңгерім әдісі дейді. Так, бізде баламалау, сандық, диахронды салыстыру теңгерім әдістер дейді. Кіріс пен шығыс түріндегі теңгерімдік ағындар дейді. Әрине дұрыс жауап берді бұл жерде. Келесі, жер қыртысы мен жоғарғы мантия арасындағы шекара дейді. Так, бұл біздегі литосфера бөлімінен келіп отырған тақырыбымыз. Литосфера жердің қатты қабаты, жердің ішкі құрылысы, соның ішіндегі жоғарғы мантия мен жер қыртысының арасында орналасқан қабаты. Так, жауабын көрсет деп атайық. Ақылды интеллект қалай жауап береді екен бізге?
Махарович қабат дейді. Яғни оны қысқаша біз мохо қабат деп те атаймыз. Бұл дұрыс жауап берді, өйткені бізде бұл жер қыртысы мен жоғарғы мантия. Естеріңізге сала кетейін, жоғарғы мантия мен жер қыртысы екеуі қосыла отырып бізде литосфера қабатын құрайды. Ал литосфера дегеніміз ол грек тілінен отырған кездегі қатты, яғни тас деген мағына беретін еді. Көп ұлтты екі тілді ел дейді. Ал бұған біз енді әлемдік ел тану бөліміне тоқталайық. Ел тану бөлімі дүниежүзі елдері. Так, онда ChatGPT бұған қалай жауап береді екен? Так, ал ChatGPT бізге біз көп ұлтты елдер әлемде өте көп ұлтты мемлекеттер де бар, соның ішінде біз де жатармыз, Қазақстан. Канада дейді. Ал енді Канада мемлекеттік тілі екі тілде сөйлейді. Бұл дұрыс жауап берді. Жалпы ол француз және ағылшын тілдері. Француздық Монреаль деген мысал үшін жерлерін білеміз. Атақты Ванкувер деген жерлері бар. Дүниежүзіндегі Лос-Анджелес секілді. Жалпы Канада мемлекетінің әлемдегі үлкен киноиндустрияға айналған орталығы болып табылады. Кезінде ол жерде қысқы олимпиада ойындар болған. Естеріңізге сала кетейін. Ғылым мен техниканың дамуы тән өркениет дейді. Ал өркениеттер туралы әрине біздегі география көп салалы ғылым. Так, бұны скрин жасап алайық, барып қойып жіберейік. Кәні дұрыс жауабын біздің ақылды ботымыз не деп көрсетеді екен? Батыс дейді. Ғылым мен техниканың қарқынды дамуы батыс өркениетіне тән ерекшелік. Жалпы бұл жердегі өркениеттер өте көп. Ол жердегі діни өркениеттер де бар. Бұл жердегі келесі бұл жерде Баранский бойынша теңіз маңын тиімді пайдаланушы ел дейді. Баранский көрнекті эконом, географ, ғалым кісі және Қазақстанды жалпы соғыс жылдарынан кейін экономикалық, географиялық аумақтарға, аудандарға бөлген үлкен ғалым, орыс зерттеушісі. Баранскийдің көрсетейік, бірақ ол кісінің жалпы еңбектері өте көп. Жалпы бұл ботқа кез келген команданы берсеңіз, сізге ол дұрыс жауапты көрсетуге, тырысады. Дұрыс жауабында көрсетеді немесе, бірақ әрқашан чат-ботқа біз әрқашан сене бермеуіміз керек. Оны еске сақтайық, өйткені бұл өзіміздің есте сақтау мен ойлануға да кедергі жасайтын жалпы бұл не екен? Қосымшалардың бірі. Дұрыс жауабы Швейцария деп отыр қазір біздің алдымызда. Швейцария. Баранский бойынша теңіз маңын тиімді пайдаланушы ел дейді. Енді Швейцария бізде теңіз маңы ел ма деген жауап бар сіздерге. Бірақ сонда да белгілей берейік. Бізге ChatGPT мен біз бүгін ойнап жатырмыз. Ал келесі дәстүрлі ұдайы өсу тән ел дейді. Ұдайы өсу тән ел. Дәстүрлі дейді. Енді бұны скрин жасап алайық. Бұны қойып жіберейік. Жауабын жаз деп ChatGPT-ге команда берейік. Бұл жерде бізде ChatGPT Египет деп тұр. Египет елінде дәстүрлі түрде ауыл шаруашылығы, яғни көбінесе тән деп тұр. Египет мемлекетін көрсетіп тұр. Енді бұны біз белгілеп келесі сұрағымызға кетейік. Рифтинг тән аймақтар. Бұл әрине жердің құрылысы, ішкі құрылысы, литосферадағы рифтинг. Рифтинг деген сөзді жалпы литосфера бөлімінде өткен болатынбыз сіздермен бірге. Рифтинг бар, коллизия бар, субдукция бар, спрейдинг деген ұғымдар бар, солармен танысқан болатынбыз. Ал бізге ChatGPT-ден жауабын сұрайық. Байкал көлі ұлы шығыс Африка дейді. Рифтинг бұл жер қыртысының созылып жарылу процесі Байкал көлімен. Рифтинг құбылысы жалпы ол тек қана құрлықта емес, теңіздің, мұхиттың түбінде де болып атады бұл. Бірақ біздегі бұл дұрыс жауап негізі. Ол жалпы не істеді? Бұл рифтинг құбылыстары тән аймақтар. Үндістан елінде тән дін дейді. Енді бұл өте қарапайым сұрақ енді. Әлемдік діндердің бірі ол, әлемдік қандай діндер бар еді бізде жалпы? Ол әрине ислам діні, ол христиан діні және будда діндері, және олардың жалпы пәлсапалық жағынан да кейбір діндер өте көп қалыптасқан. Келесі біздің сұрағымыздың жауабы әлемдік дін, Үндістан елінде жалпы өзі пайда болған алғашында. Бұл нанымға сенімге сенетіндер де өте көп. Индуизм деп жатыр бұл жерде. Үндістан елінде индуизм, Үндістан елдеріндегі жалпы тән дін. Келесі, дамушы елдердегі басты орталықтың қызметін атқарады дейді. Жалпы геоэкономикада Валлерстайнның теориясын естеріңізге түсіріп өтейін, ол жалпы шеткі аймақтар, перифериялық деп отыр, жартылай периферия деп жазды, орталық аймақтар деп. Бұны геоэкономикадан өткен болатынбыз. Бірақ бұл жерде біздің
сұрағымыз ел тану бөлімінен келіп тұр. Так, жауабын жаз деп көрейік. Не деп жауап береді екен? ChatGPT көп ойланып кетті бізде. Көбірек тез жауап берейік. Агломерация дейді. Жалпы агломерация дамушы елдердегі басты орталықтың қызметін атқаратын ол не дейді? Дамушы елдерде ол агломерация дейді. Бұл түсінікпен қатты келісе бермейміз, бірақ сонда да біз жауабымызды көрейік. Елді мекен атауларын зерттейтін топонимиканың саласы. Ал бұл дағы бір қызық сұрақ болып тұр. Топонимика кішкене шатастырады. Өйткені географиялық атауларды зерттейтін ғылым саласы. Оның ішіндегі бұның бөлімдері кішкене шатастырып жіберуі мүмкін. Мысалы үшін айконим, гидроним, хороним, топоним, әртүрлі жауаптары бар оның. Фитоним дегендері бар, зооним дегендері бар. Енді кейбіреуінің атаулары бізге түсінікті болуы мүмкін, кейбіреулері шатастыруы мүмкін. Бұл жерде айконимдер деп тұр. Айконимде елді мекендердің атауларын зерттейтін топонимиканың саласы дейді. Дұрыс, айконимдер елді мекендерді зерттейтін ғылым саласы, топонимиканың саласы. Келесі. Так, солтүстік қазақ жазығы мен тұран жазығын байланыстырушы ол не екен? Қандай? Бұл әрине Қазақстанның біздегі физиографиялық аймақтарымызды көрсетіп тұр біріншіден. Екінші жазықтарымызды көрсетіп тұр. Қазақстанның өзі жерінің көбісі жазықты, шөлді, шөлейтті аймақтар бізде. Енді біз ChatGPT бұл сұраққа дұрыс жауап берді деп ойлаймын мен қазір. Дұрыс деп ойлайық біз. Торғай қолаты деп атамыз, Торғай үстірті деп атамыз, Торғай жазығы деп атамыз, Торғай өзені де бар екен. Торғай кезінде облыста болған, қазір ауданында бар екен. Жалпы әрі қарай кеттік. Елдер мен астаналардың сәйкестігі дейді. Енді сәйкестендіру сұрағы келді қазір бізге. Осы сұрақты ең соңғы сұрағымыз осы болсын. Осыдан кейін жалпы бүгінгі біздің айдарымызды аяқтайық. Так, енді бұл әрине ChatGPT-ге оңай тимесі анық бұның. Сәйкестендіру сұрағы келіп тұр. ChatGPT ұзақ ойланды, өйткені күрделі сұрақ. Мүмкін шатасып кетуі мүмкін. Дұрыс жауапты көрсетпеуі де мүмкін. Дұрыс жауабы 1. Германия Берлин, Италия Рим, Австрия Канберра, Австралия Албания Тирана, Польша Варшава дейді. Жоқ, біз қателескен екенбіз. Бұл жерде дұрыс жауап беріпті. Яғни бірінші жауап Д, екінші жауап Е деп отыр бұл жерде. Так, бұл сұрақты жалпы ChatGPT қарап қазір салыстырып көрейік жауаптарына қарап. Бірақ бұл жерде ChatGPT-міз кішкене дұрыс оқи алмаған секілді картинаны жалпы ана жердегі суретті. Бірақ түсініктемеде Германияның астанасы ол Берлин, Италия Рим, Австралия Канберра, Албания Тирана, Польша Варшава. Барлығы да батыс Еуропаның жағын капиталистік елдері. Енді қараңыздар, дұрыс жауабын қарасақ, бұл жерде біз Германия не болады? 1С болады. Қараңыздар, 1С деген жауап мынау тұр, 5-ші жауап. Яғни екінші Италия ол Рим, 2Е. Яғни бұл жерде сәл бізде ChatGPT қателік кетті. Жақсы, тестімізді аяқтайық, бүгінгі сабағымызды аяқтайық, осымен жалпы бүгінгі эфирімізді аяқтайық. Енді бір дұрыс жауаптарын тексерейік. Жалпы 15 сұрақтың 10 жауабына қара, 10 жауабына ғана дұрыс жауап берді. Әрине бізде жалпы бүгін қатемен жұмыс жасап көрейік. Бірінші сұрағымызға шолу жасайтын болсақ, бұл жерде ChatGPT қате кеткен, бұл жердегі дұрыс жауап тарихи география болады. Келесі сұрағымызға олсақ, екінші сұрағымызға бұл жерде дұрыс жауап берген, 3-те дұрыс, 4 дұрыс, 5. Жетінші сұрағымызда қателік кеткен екен, бұл жерде көп ұлтты мемлекет берілген жауаптардың ішінде Үндістан дейді. Бұл жердегі ChatGPT қателескен екен. Бірақ бұл жердегі қандай екен? Көп ұлтты екі тілді. Бұл жерде көп ұлтты және екі тілді де бұл жердегі жауабымыз дұрыс жауап Үндістан болады екен. Келесі 9-шы сұрақта қате кеткен. Баранский бойынша теңіз маңы тиімді пайдаланушы жер. Жаңа мен сіздерге күмәнді деп айтып кеткен болатын міне бұл жерден. Және 13-ші сұрақ, ол дамушы елдердегі басты орталықтың қызметін атқаратын ол агломерация дейді. Негізінде дамушы елдерде көп басты қызмет атқарушы ол астаналар екен. Құрметтілер, бүгінгі сабағымыз осымен тәмамдалды. Бүгінгі айдарымыз сіздерге ұнады деп ойлаймын. Жалпы Сабақ онлайн компаниясына тіркеліңіздер. Сіздермен әрқашан Сабақ онлайн компаниясы сіздерге тиімді, әрқашан білімді ұсынатын болады. Білімді алу бар және оны амалға асыру бар. Білім амалға асқан кезде сіздерге пайда беретін болады. Құрметтілер, әрқашан осы Сабақ онлайн платформасымен бірге болыңыздар. Кіріңіздер, тест тапсырыңыздар. Өздеріңіздің мүмкіндіктеріңізді көріңіздер. Сіз міндетті түрде алда келе жатқан ұбт-да егер Сабақ онлайнда білім алсаңыз, 140-тан 139 жарым балл аласыз. Ал құрметтілер, осымен бүгінгі сабағымызды тәмамдаймыз. Аман саулықта жүздесейік. Сәттілік.